замиксовать етіп бір стильде, папер стилінде сурет жасағым келіп отыр. Бәлкім ол дизайн сіздерге басқа да жұмыстарыңызға қажетіне жарап жатар, және календарьдың өзі, яғни күнтізбенің өзін жасаймыз. Кеттік. Ол үшін бірінші мен қыздың өзін қайталағым келіп тұр. Және осы мына папер стиліндегі космостарды қайталаймыз. Бірінші мен сіздерге бір түрін көрсетейін. Мы можем осы қызды отрисовать ете аламыз. Бәлкім өзіміз салатын болсақ, өзіміз ойдағыдай салып аламыз. Но көбіне уақытты өткізбей осы қыздың өзін отрисовка жасауға болады. Отрисовка деген нәрсеміз ол получается осы қызды мышка арқылы және кескін дегеніміз мынау свободная форма арқылы суретін осылай келтіріп шығамыз. Осылай. Прям ровно құсамай қойса да болады, но очертаниясы өзімізге ұнаса болды. Немесе мына жерге интернетке осылай жазамыз. Девушка, профиль, вектор дейміз. Картинканы таңдаймыз. Осы жердегі любой профильдің өзін алсақ болады. Копировать етіп аламыз. Алдымен оны бір цветовой режимге келтіреміз, яғни черно-белый бір дегенді таңдаймыз. Окей деп басамыз. Одан кейін оны прессировка жасаймыз. Прессировканың уақыты мына бөлігінде көрсетіледі. Мысалға, мына 2 минут 24 секунд қалды дейді. 23 секунд ары қарай кете береді. Кішкене күтеміз. Өзі таусылған уақытында өзі шығарады. Окей деп басамыз. Мысалға, мына біздің трассировочный векторный варианттағы суретіміз және PNG вариантта JPEG форматта өзі тұрған суретті. Бұл сурет уже бізге керек жоқ. Если керек болып жатса, қайтып копировать етіп алсаңыздар болады. Немесе удалить етпей бір шетке қойып қойсаңыздар болады. Бірақ қазір маған оның қажеті жоқ. Енді мен тек қыз дайын, өзгертем деген жерлерін болса өзгертіп алсаңыздар да болады. Мен пока суреттің өзін дайындағым келіп тұр. Мен мына жерге енді шаш қылғым келеді. Шаштың осындай қыздың шашы болса ғой деп. Бұл жерде біз енді произвольно шашты былай бірінші төрт жасалайық. Тоже форма, свободная форма арқылы шаштың формасын жасаймыз. Ұнамай қалған жерлерімізді дұрыстап алсақ болады. Видео алдын ала дайындалмаған, мен дәл осы моментте, дәл осы сәтте осы суретті сіздермен бірге жасап жатырмын. Ұнамаған жерлерімізді жөндеп аламыз. Және мен бұл жерге былай қолданғым келіп тұр, интеллектуальная заливка деген. Ол не деген сөз? Ол бір орталықта, жабық орталықта осылай бір бөлікті полностью сызып алуға болатын бөліктің бірі. Интеллектуальная заливка дегеніміз ол бір полностью жаңағы кескінделген орынды, сол жерге егер интеллектуальная заливканы құятын болсақ, сол жер полный жабық бір цветке айналады, яғни бір объектке айналатын болады. Енді бұл жерде де керек емес жерлерін өзгертесіздер өздеріңізге қалағанда. Мен цвет арқылы көріп тұрғанда, мына кейбір жерлерде шаштарым ұнамай тұр, сол жерлерді жөндегім келіп тұр. Айталап өтем, менде бұл сабақты сіздермен бірдей істеп отырмын қазір. Енді бұл жерде мына шашымен бірдей болу керек қой бізде. Мына жері мен былай алып тастағым келіп тұр. Енді былай көрсеңіздер болады, чтобы полностью қыздың қай бөлігінен шаш шығып тұрған көру үшін, және қай жеріне шашты жаңағыдай полностью жабу үшін. Осылай болады. Бұл жерде прям бұл қыздың өзін ровно, осы қыздың өзін өйстіп қалдырмаймыз. Кейбір жерлерінде өзгеріс енгіземіз. Маған шаштарының нелері, прям углдары ұнамай тұр. Сондықтан мен бұл жердің барлығын
округленный типке жеткіземін. Мына жақтарындағы да шаштарының округленності ұнамайды бар. Осымен осындай еріндерінде просто алып тастауға болады. Цвет болмайтындай қылып. Цветтерін алып тастайық. Осылай болсын. Енді бізге бізде получается мына областьпен қыздың мына область бөлек болып тұр. Енді бізге мына қыздың мына шаштары бізге керек жерлеріндегі область бөлек болу керек, чтобы екеуін мына мен шаштың жарты бөлігін бірге қосу үшін. Ол үшін мен мынандай техника қолданғым келіп отыр. Мына жерден сызық қоямын. Және мына жерден сызып қоямын. Бұл жаңағы біздің индивидуальный заливкамыз қай жерден тоқтау керегіне дейін сол жерге дейін сызады, қалған жерлерге кесілмейді. Енді мынау нені алып тастаймыз, сызықтарды алып тастаймыз. Мына мысалға бізде уже отдельный объект, отдельный объект. Оны біз объекты дегенге кіріп көрсек болады, мына кривойларды мына жерде. Дальше мына үш кривойды екеуін слияние жасатып бір объектке айналдырсақ болады. Мына жерлеріндегі артық заттарды алып тастаймыз, артық күн точкаларын. Мына жердегі дәл солай. Біз произвольный форма арқылы үстінен бассейн қылып өйтіп сызып шығамыз. Бірінші форма, оны былай көрсек болады. Тоже индивидуальный заливка арқылы бір формасын сызып алдық. Енді ары қарай осыдан түсеміз енді. Көп ирелік істесеңіздер де болады, аз істесеңіздер де болады. Ол өздеріңіздің қалауыңыз енді. Мына жерде мен дұрыс келтірмедім, соның өзінде жабуға тырыстым. Дұрыс емес жерлерін дұрыстап алсаңыздар болады. Осылай точка арқылы, ол точкаларды форма изменения арқылы осылай өзгертіп алсақ болады. Мынаның да сондай точка арқылы өздеріңіздің формамызды келтірсеңіздер болады. Бір формамен қалған жоқ болды. Ары қарай тоже интеллектуальный заливка жасаймыз. Сапас кетпеу үшін мынаны мысалға бір басқа цветпен істеп қойсаңыздар болады, пока изначально қысылып отырады. Ары қарай тоже екінші мына жердегі сызықты тастайық. Екінші интеллектуальный заливка жасайық. Бұны мысалға айтайық, көп қылатырақ. Ары қарай тағы да бассейн жасаймыз. Бұл жерде осы жерден тоқтайық. Енді бұған тоже интеллектуальный заливка жасап аламыз. Сарыға боятырамыз. Қайтып сонша бөліктен тұратындай қылып істеп шығарып аламыз бірінші. Кривойларымыз обязательно қосылып тұру керек, чтобы интеллектуальный заливка жұмыс істеу үшін полный кривой жабылу керек. Кривой жабылу керек деген сөз, ол жаңағы мына сызықтарымыз барлығы точка осылай бір объект болып жабылып тұру керек. Розовый так. Тағы да сызамыз. Бұл жерде мен дұрыс жасамадым кішкене. Қатты ұштан кетті, мен ұшты болған қаламап тұрған жоқпын. Сондықтан кішкене закруглять етеміз формаларды. Айтып қойып аламыз. Осылай бассейн істеп аламыз. Менде қазір получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бассейн. Енді бізде космос 9 болғандықтан тағы да космостағы планеталарымыз 9 болғандықтан тағы істей салғанда дұрыс болады. 8 немесе 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и ең соңғысын істей салайық.
осылай. Егер тағы да қажет болып жатса, тағы да қоссаңыздар болады. Енді мына жерде байқасаңыздар, слойда бізде кривой деп тұрған барлығы бұл біздің цветтеріміз. Ал енді мынау мынандай кривойлар, который көрінбей тұрған кривойлар, бұл бізге қажеті жоқ. Уже бұл өздері жаңағы істелінген сызықтар болып есептелінеді. Сызықтарды алып тастаймыз. Белый цветтегі сызықтарды алып тастауға болады. Олардың бізге қажеті уже жоқ. Бізге мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кривой и ең соңғы общий цветіміз тұрады. Енді общий цвет — это самая темная сторона, ішіндегі қара болып қала берсін. Одан кейінгісі бізде получается синий цвет, кішкене ғана серый болады. Одан кейінгісі одан ашық серый болады. Ары қарай цветтеріміз кішкене осылай ағара беру керек. Прям ең соңғысы қатты ақ болмай қойсын тоже. Мына жерде бастап цветті мен кішкене қосқым келіп тұр, наоборот. Заливкаға кіреміз. Bir алынбасын деп тұр. Есеміз онымен шетіндегі абрестерін алып тастауға болады. Енді былай істесек болады, уже қыздың мынау цветін берсек болады. Мына жерде маған бұл қыздың мойны көрініп тұрған, ұнап тұрған жоқ, сондықтан мен оны кішкене былайынан домалақ қылғым келіп тұр. Мына жерде слишком үлгі болып кеткен сияқты көрініп тұр. Қыздың өзіндегі де формасын өзгертуге болады. Кішкене енді бұл қыздың да өзін бояу үшін интеллектуальная заливка қолдансақ болады. Мысалы қараңыздар, егер мен мынау кривойға жақындатпай істейтін болсам, интеллектуальная заливка барлық жерге жұмыс істейді. Егер мен осы кривойды именно осылай келіп мына жерінен жабатын болсам, интеллектуальная заливка тек осы мына ішіндегі жерге ғана келеді. Енді осы жерге цвет береміз. Қыздың өзінен де цветін қарағым келіп тұрған жоқ. Бәлкім былай болса да болады. Мынау қоңыр болып тұрған, қара болып тұрған абресын алып тастауға болады. Мына жерде нет десеңіздер де болады, немесе жаңағыдай мынандай жерде запрещенный знактар өңкей палитраның жанында тұрады. Былайынан оң жақ басасыз, сонда несі кетеді. Дальше өздеріңіз қалауынша қыздың қасын боясаңыздар да болады. Енді жаңағы оны интеллектуальный заливка арқылы жасай бересіздер. Алып қара қылып абресын алып тастаймыз. Ердің түсетін де өзгертсеңіз де болады. Мысалға бұл жерде барлығы біркелкі болғандықтан бұл жерге де байланыс сызып қойып қоясыз болады. Маған алдыңғы цветтер ұнамады, мен осылай қалдырғым келді. Бәлкім сіздер басқаша қылып істейсіздер, возможно, көзін алып тұрып, көзін басқа көз салуға болады. Бәлкім ернін алып тастап, ерін салсаңыздар да болады. Может быть, сіздер көзін жауып тұрған түрін саласыздар ма? Енді әрқайсыңыз өзіңіздің фантазияңызға байланысты болады. Мен бұл жерде осылай қалдырғым келді. Осы күйінше осылай қалдырғым келді. Цветті осылай қалдырғым келді. Және мына жерге мен прозрачность бергім келіп тұр, чтобы қатты болып аяқталмас үшін. И также получается мынау
шетіндегі сызықтарының өзі де солай прозрачностьпен кеткен қалап тұрмын осылай. Ары қарай, егер мына жеріңіз сіздерге ұнамайтын болса, өздеріңіз қалағанша бір басқа цветтер қойып көресіздер ғой, бәлкім басқа бір қызды таңдайсыздар, возможно, өздеріңіз саласыздар. Енді өздеріңіз ол өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мен осылай қалдырып пока. Ары қарай, давайте фон выберем. Егер мен түн істегім келіп тұрса, сондықтан мен қарамен істегім келіп тұр уже. Осылай. Мына жерлері уже свет кеткен, сәл басқаша ағып тұр. Ары қарай мысалға жаңағыдай әсемдейтін болсаңыздар да болады. Осылай. Немесе бұл жерге уже сурет қойсаңыздар да болады, айдың немесе күннің жаңағыдай. Енді әркімнің өзінің фантазиясына байланысты. Бізге мынау объектілерді сызып жүрмеу үшін, мысалға, енді жұлдызды оңай салу, звезда дейсіздер, мына жерге 5 емес, 4 қойсаңыздар, бұны өзінің орнына келтіре бересіздер. Мысалға, дәл қасына кішкентайын қылып қойсаңыздар да болады. Ары қарай өз орындарына байланып шашып қойсаңыздар да болады. Произвольно әр жерге қоя бересіздер. Просто контурно пісіріңіз. Дальше, егер осындай ұшқан жұлдыз жасағыларыңыз келсе, ұшқан жұлдыз жасайсыздар. Мындай домалақтарды әрқайсысын бөлек істеулеріңіз келсе, бөлек істеуге де болады, немесе скачать ете аласыздар. PNG форматта, либо векторный вариантта скачать етіп алуға болады. Мына 5-ші болу керек. Мынау мысалға 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 болу керек. Мынау 4 болады. 5. 2, ең соңғы 8-ші. Енді осыларды 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші. Енді осы жер. Ары қарай мен скачать еткім келіп тұр. Космос, планета, PNG десеңіздер де болады, или вектор десеңіздер де болады. Вектор десеңіз, мысалға, скачать через Google арқылы. Скачать етілген файлды извлечь все дейміз. Извлечь. Осы жерге түседі, мына apps дегенді таңдаймыз.
осы жерге қоя саламыз. Енді бізде мына жерде теңдер добавлять етілгеннен кейін более живой реалистичный вариант болып жасалынған. Сондықтан бізде бұл жерге қазір тень добавлять етеміз. Одан кейін мына жерде скачать етілген уже планеталарды қойып асты жағына календарь жасаймыз. Мысалға теңді біз уже просто произвольно осылай басып қоя салуға болады, кейін ары қарай көре жатармыз. Но в принципе осы да вариант болады. Мысалы бұл жерде 50 деген тұр, 60 деп қалыңдап көрейік. Жеткілікті умножить либо вычитание деген сөз таңдау керек. Умножить деген болады осы. Ары қарай копировать етеміз. Жаңағы біздің екіншіні ұстаймыз, екінші объектіні, объект и скопировать эффект тень. Мына теңді көрсетеміз, ары қарай түсе береміз, осылай үштікке көрсетеміз. Объект, скопировать эффект тень, теңді көрсетеміз, 4-ті ұстаймыз. Объект, скопировать эффект, теңді көрсетеміз, 5. Объект, тень, теңді көрсетеміз. 6-шысына да объект, скопировать эффект, тень, қайтып теңді көрсетеміз. 7-ге түсеміз. Объект, скопировать, тень и осылай. Сонымен вот мына бізде получается каждый өзінің несімен болып тұр, теңмен. Мынау звездочкаларға да сондай тең беруге болады. Мысалға, звездочканың барлығын бұрыстауға болады. Группировать, алдыға қарай шығарайық. Енді бұларға да тең береміз. Осылай өстіп тұрып, объект, скопировать эффект, тең қылсақ та болады. Немесе теңдерін өзгертсек те болады, уже направленияларын. Бір полное выделение жасап группировать етіп алайықшы. Мына төбе жағында қара болып тұрған нәрсе, ол кейін бізде распечатка жасалған кезде де солай шығып кетеді. Мына бізде теңдеріміз сыртқа шығып кеткен. Осы теңдерді қазір ровно кесу керекпіз. Ол үшін обрезка таңдаймыз и және өзіміздің размерімізбен келтіреміз. Enter басамыз. Мына жердегі артық лишний тең кетіп қалады. Расширенияға өтеміз қайтып. Уже ары қарай мына өзіміздің дайындап қойған планеталарымызды алып, бұларға да тең бересіздер и қойып шығасыздар. Кім үстінде, бәлкім біреу астында, осылай теңді әкеле бересіздер, дайындап қойып, былайынан. Мысалы, біреу үстінде. Осы шығайық алдыға қарай. Мен мысалы мыналай қоя саламыз и жаңағы бұл 5-тің үстінде болу керек. Осылай көрінеді. Енді жерді жақсы көретін болғандықтан жерді алдыға шығарып қоямыз. Оны шынымен беріп тұр ғой. Өзіміз жер планетада тұратын болғандықтан. Жүк. Группировка. Алғашқы болады и көреміз. Алтынасына қойсамыз. Бұл алтынасына емес, 2-нің асына қоямыз. Тоже тең. Группировка. Бірдің асында табу. Тоже тең береміз. Мынаны тең алыстап қойсаңыздар, как будто бұл ең үстінде тұрған сияқты көрінеді. И так, осы. Группировка. Бұл 3-нің асында тұрсын. Асына қоямыз. И 3-ші. И бұл 3-нің асында. Бек. Тоже тең береміз. Бүйрік.
Автоматчана. Военный бар ғой жақта. Военный бар атады. Убрать. Эклис группа полностью. Это күнді қалдырамын. Группировать. Это, думаю, где-то на двойку сверху. Вот. И тоже. Нет, 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 нет. Вот он, слишком большой. Еще. Короче говоря, у меня все. Здесь я здесь, получается, вот это сюда хочу перенести. Вот этот будет объект где-то здесь стоять. Вот эту звездочку я, наверное, переведу сюда, сюда. И от него свой тень будет сюда падать. И все. И все. Так, мына звездочканың тенін негізінде алып отырып әрқайсысын бөлек-бөлек істеуге болады негізінде. Вот так. И бізде я закончила, в принципе, и бізде асты жағы қалады. Асты жағындағы орынды есептейміз. Это для календаря, например, бізде орнымыз приблизительно осындай болу керек. Еще мы должны учитывать, что по краям не болмау керек, шығып кетпеу керек, потому что при печати тоже, да, қалай болатынын білмейміз. Сондықтан міне приблизительно осындай орнымыз бар бізде. Үсті жағынан так, осындай орын бар екен. Оның размері 187. Оны сохранить етіп алайық, так, космос дейік. Енді иә, қате жаздым. Ондай болып тұрады менде. Енді ары қарай 187-де 127 деп жазылған екен. Жаңадан файл ашамыз. 187. Давайте 185 дей салайық. И 127 ол жағын ровно аламыз. Енді бізде бұл жерде жаңа файл не үшін аштық? Өйткені бізге Core бізге өзінің ровно размеріне ғана дайындап береді календарь. Сол үшін сценарий деген басамыз. Выполнить сценарий деген басамыз. Кейбіреуінде макросы деп тұрады. Мына жерде календарь деген таңдаймыз. Run. Мына жерге all дегенді таңдаймыз, чтобы барлық бізге 12 ай осы жерде осылай тұру керек. Және бізде бұл жерде қазақша тіл жоқ, тек орысшаны таңдаймыз. С понедельника начинается, с понедельника дейміз. Потом мына жерде қалай тұру керек? 12-сы осылай тұру керек па? Бәлкім 12-3-те 4 тұру керек па? Бәлкім 4-те 3 қылу керексіздер ма? Маған осы вариант ұнап тұр, осымен қалам. Ары қарай. Енді оны үлкейтіп көремін десеңдер, бай болады. Ары қарай бізде мынау шетіндегі орындар осы 1 сантиметрден болу керек па деген кезде, сіздер енді ровный размерді біліп тұрмыз, осы 4 ішінде бізде барлық календарымыздың размері сиятындай қылып, ровно істейміз квадраттарын. Ары қарай екінші small характерінде өтеміз. Бұл жерде өзінің кішкентай мынау қалай болу керек екені көрсетіледі. Шрифттардың түрлерін таңдауға болады, размерін таңдауға болады. Мысалға 14 дейсіз, и осылай өзгереді. Енді бұл жерге мен 14 деп емес, читабельный размер хотя бы 9-бен қалғым келіп тұр, өйткені маған аттары кішкентай болса да бола береді. Ары қарай шрифттің өзін өзгертсеңіздер де болады. Мысалға бұл ортада тұру керек па, бәлкім шетке шығарасыздар ма, сосын өйстіп болып қоясыздар мысалы. Енді екінші, ол мына кішкентай воскресенье, понедельник деген сөздерге қатысты бар цифра, ол жерге мен 6 қыламын. Тоже ареалмен қала берсін.
мынау on letter деген бір немесе екі әріптен немесе осылай полный әріптен полный сөз жазылады деген сөз. Маған екі әріптесі болады. Осымен қаламын. Енді воскресенье күні бізде қызылмен боялады деген белгі тұр. Және мынау ақ цветтерді тоже өзгертуге болады. Палитра цветовқа кіресіздер, мысалға сары қылсаңыздар сары болады, жасыл қылсаңыздар жасыл болады. Мен бірақ ақпен қалғым келіп тұр пока. Мен ештеңе өзгерткім келіп тұрған жоқ. Сондықтан жай ғана ақ цвет мына жерде окей дей саласыздар. Все. Енді үшіншісіне өтеміз. Үшіншісі бұл мынау өзіміздің основной цифралар сандардан. Енді бұл жерде мен үлкен қалған жақсы көремін, өйткені цифра дәл көрініп тұрса, адам көрген кезде де удобно болады. 16 слишком да, 14, 12 дейік. Окей, 12 нормально. Также воскресеньемізді ұмытпаймыз, 12. Так. Все нормально. Все, осылай қала саламын. Қазақша айдың аттары жоқ. Сондықтан осыны жасап болғаннан кейін барып сіздер өздеріңіздің аттарыңызды жасаңыздар болады. Мысалы, тура осылай 2024 жылғы уже алдын ала дайындап қойған істеуге де болады. Так. жылға. Все, close дейміз. Мына астыңғысы получается бізде 23 жылға болып кетті. И мына 24-тердің бәрі көрініп тұр. Группировать етіп аламыз 24-ті. Кесемін, резет етіп алғанда космос календар деген жерге, осы жерге орнатамыз. Осылай қойып аламыз. Енді мына жерге өздеріңіз жазып шығасыздар. Ары қарай әсемдесеңіздер де болады. Мысалы, мынаусын былай қарай шетке қойып, январь деген жерге қазақша қаңды дейсіз. Понедельник, вторник деген жердің қасына күнді қоссаңыздар да болады. Мысалға айтқанда дүйсенбі, ары қарай мынау вторникте сейсенбі деп ары қарай жаза бересіздер, өзгерте бересіздер. Цветтерінде өзгертсеңіздер де болады. Мынандай несін алып тастасаңыздар да болады. Полный обводкасын алып тастасаңыздар да болады. Қарап емес, мындай өздері ғана болып тұратындай қылып. Енді пока осылай қоя беріңіз, қалған өздеріңізге байланысты мына жерге 20-24 деп кетеміз. 20-24. Алауыңызға. Есть распечаткаға жібере бересіздер.